Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге жаңа Қазақстан өзіміздің үйреншікті құрамда. Дос көшім Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Бүгін бәлкім осы жылдағы біздің ең бір соңғы кездесулеріміздің бірі шығар. Тиісінше осы жылдың қорытындысын жасау меніңше маңызды. Шын мәнісінде 2020 жыл өте ауыр, өте қиын жыл болды. Бұған дейінгі жылдардан ерекше айрықша тұратын, пандемия мен коронавируспен есте қалатын жыл болды. Өте көптеген қасіреттерге душар еткен тек Қазақстанда емес, әлемнің басқа елдерін жаңа бір шындыққа, жаңа бір ақиқатқа аяқ басқандай болып отырмыз. Өзіміздің үйреншікті қалыптасқан бір құндылықтарды қайта қарауға мәжбүр болған. Оның бәлкім бір жағымды тұстары бар шығар. Енді мынау изоляция жағдайында, карантин жағдайында, мынау денсаулық, білім алу, адами қатынастар, той томалақ емес, түрлі алыпшылдық емес, кәдімгі өмірдегі ең қарапайым дүниелерге назар аударудың қаншалықты өмірлік қажеттілігі, туыстарды, жақындарды, тыныштықты, денсаулықты бағалайтын, қадірлейтін бір осындай шындыққа итермелеген жыл болды. Сондықтан менің ойымша бұның саясатқа да, біздің күнделікті тыныс тіршілігімізге, экономикаға түрлі әсерлерін меніңше бүгін бір қорытындылап түйіндеп өтетін болсақ, осындай кіріспемен енді бүгінгі әңгімемізді бастауға рұқсат етіңіздер. Енді сөз өздеріңізде, Дос аға, Әбеке. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Бүгін шындығында да біз 31 күні жаңа жыл келеді деп тойлап жатамыз. Бүгін шындығында да барлық христиандар, бүкіл Европа тойлап жатыр. Бүгін олардың рождествосы. Мен де бүгін өзімнің шетелдегі жолдастарымды, Германиядағы, Қазақстаннан барған орыстарды, Польшадағы, Америкадағы жолдастарым бәрін құттықтадым. Енді менің ойымша осы жылда айтқан уақыттарда мен әуелі кіріспесебінде бір 3-4 бағытты айтып кеткім келеді. Ерекше бізге әсер қалдырған және біздің қоғамымызға бір өзгерту, қоғамымыздағы бір елеулі оқиғалар деп. Әрине бірінші жыл біздің жыл маскамен басталды деймін. Жыл коронавирустың ауруымен басталды, бұрын соңды болмаған. Менің ойымша 20-30 мыңжылдықтардың ішінде болмаған шығар бұл. Кейіннен тарихта қалатын жыл болатын сияқты. Бүкіл халықтың осындай карантин жайылап, жұмыс тоқтап, маскамен отырып, адамдардың жағы өліп жатқандарының бәрі. Қазақстанға да ол келді, Қазақстанда ол шарпып өтті. Мен ойымша бұл үлкен бір тақырып бүгінгі. Екінші және негізгі Қазақстанның өзіне лайық тақырып бұл Қордай оқиғасы. Бұл Жаңаөзен оқиғасынан кейінгі ең бір үлкен ерекше мән беретін оқиға, бірақ неліктен екенін қайдам, сол уақытта көп сөз болды, одан кейін барып ол мәселе өзінен өзі жабыла бастаған сияқты. Қазір ол сол жігіттерді, сол уақытта Қордай оқиғасына қатысқандарды соттап жатырған уақыттарда қайталап бұл мәселе көтеріліп жатыр. Бірақ мен ойымша әлі де осы жеткіліксіз сияқты да бұл оқиғаның талқылануы, бұл оқиғаның соңы, бұл оқиғаның нәтижелері мен ойымша әлі де қалған сияқты. Үшінші маған жаңағы ерекше өзімізше бір түртіп кететін мәселе деп ойлаймын. Бұл біздің тәуелсіздігімізге құттықтаған сияқты Ресей депутаттарының жер мәселесі, Қазақстанның жаңағы тәуелсіздік мәселесіне қатысты пікірлері бұл да қызық талқыланып жатыр. Мен оған шындығында көп көңіл бөле қоймайтын адам едім да, ит үреді керуен көшеді деп. Бірақ кеше хабардағы осы мәселеге байланысты аналитикалық талқылауды көріп жағам ұстадым да. Біздің жаңағы хабардың басшылығы ма, жоқ әлде біздің ішкі саясаттың тапсырмасы ма, Максим Шевченконың аузына жабысып отырған жүргізушіні көрген уақыттарда шынымды айту керек жерге кіріп кете жаздадым. Өте бір ыңғайсыз саясат, өте бір жаңағы баланы алдаған сияқты көзге көрініп тұрған бір сценариймен жасалған саясатта талқылау емес ол. Сондықтан мен ол жердегі Айдар деген інішегімізге рахмет айтамын. Саясаттанушы Максим Шевченко әрине ерекше рахмет. Онда мен ойымша қазір біз жол өтетін сияқтымыз. Әрине соңғы маған өзіме қатысты мәселе бұл сайлауға байланысты орталық сайлау комиссиясының шығарған қаулысы. Мен ойымша бұл қаулында
біз тағы да бір рет болса да біршама талқылап кететініміз сияқты. Міне осындай бір ауыз сөзбен айтқанда мен кіріспе есебінде әрқайсысына біз жеке тоқталатын шығармыз кейбіреулеріне. Мен осыны айтып кеткім келеді. Егер жылға логин, кейде бір киноның логині болады. Егер осы жылға логин бер деп айтатын болса, мен айтар едім де, бәрін айтуға болады, бәрін жазуға болады, бірақ одан ештеңе шықпайды. Жоғарыдағыларға бәрібір. Осындай логинге келген сияқты да осы жылымыз, біраз бір не дейміз, айту, жазу, бейбіт митингке керек десеңіздер 16-шы күні шықты, ешқайсысын соттаған жоқ. Қысқасы белгілі бар да, бірақ бұл кезіндегі Назарбаевтың бастаған саясаттығын айтыңдар, жазыңдар, бәрін істей беріңдер, бірақ біз өзіміздің бағытымыздан таймайық деген сияқты. Сол тағы да әрі қарап жалғасын тауып бара жатыр. Менің ойымша екі жақта бір іштей келісімге келген сияқты. Билік бізге малталарын кезіп отыра беріңдер деген сияқты, біз билікке сендер де өздеріңнің жырларыңды әрі қарап жалғастыра беріңдер деген сияқты. Белгілі бір практикалық іс-қимыл жоқ екі жақтан да. Не сайлауға дейін саяси партия құрылған жоқ, бірде-бір, және сол саяси партия құрамыз деген шындығында нақты бір қадамдармен өз басын көрген жоқ. Оның ішінде Жан Болат Мамайтты айтсақ, олар өздерін бір көрсету үшін бір хайп сияқты мәселеге кетті. Сондықтан жаңағы мен өзімізді сынап жатқанымыз да сол, қоғам белгілі бір деңгейде пассивті күйге түскен сияқты. Неліктен екенін қайдан? Бұл мүмкін Тоқаевқа деген бір әлі де болса сенімнің жоғалмаған көрсетті шығар. Жоғары жақтан белгілі бір түрде өзгешелік өзгеру болады, саяси өзгеру болады, қоғамды өзгеру болады деген сияқты қалған сияқты. Екіншіден, осыдан түк шықпайды деген топтар да бар. 30 жыл алыстық, арпалыстық, осыдан түк шықпайды деген бар. Қоғам өзгерме ме деген мәселеге қолдарын бір сілтеп тастаған. Қысқасы, осы жылында бір сәл де болса бұрынғы жылға қараған уақытта температура төмен түскен сияқты. Енді мен ойымша қоғам осыны пайдаланып, не дейміз, біздің өзіміздің әр уақытта алға қоятын мәселеміз эволюциялық тұрғыда өзгертуге кірісуге бола ма деген тағы бір үміт бар. Себебі осының алдындағы 1-2 жыл бойы Әблязовтың әсері ме, әйтеуір бір нәрсені айқайлап көшеге шығып өзгертеміз деген мәселе бірінші орынға шығып еді. Қазір менің ойымша шындығында да осы эволюциялық жолмен өзгертеміз бе деген ой көбейіп кеткен сияқты. Бірақ нақты іс қадамдар өкінішке орай жоқ. Міне мен қысқаша бір кіріспе, менің ойымша олардың әрқайсысына біз өзіміздің бір пікірлерімізді айтатын шығармыз. Тағы басқа үлкен тақырыптар бар шығар. Сөз кезегі жігіттер өздерінде. Осыге сіздің айтқан өте маңызды 2-3 нәрсеңізді қайталамайын, қосайын. Бірінші қосатыным, жаңа Расул өте жақсы айтты, пандемия туралы біз осы хабар сайын айтып келе жатырмыз ғой, қайталамайын. Меніңше бұл жерде пандемия сабақтары туралы айту керек болады. Біз тіпті оған бір хабарды арнаған болатынбыз, көрермен көре алады, бірақ менің бір жыл қорытындысы ретінде айтарым, бізде қаржылық дағдарыс, медициналық дағдарыс, дәрі-дәрмек дағдарысы, ұйымдастырушылық дағдарысына бәріне себептер де болған, және бәрінен де түйін ретінде шығатын ол сенім дағдарысы. Яғни қоғам мен биліктің арасында әлі сенім орнаған жоқ. Бір ғана детальді айтайын, жаңа сіз сияқты мен де бір 2-3 тақырыпты қозғап кетейін, сосын пікір алысайық. Бірінші, мысалы бүкіл әлемнің алпауыт мемлекеттері, Британия, Америка, Германиялардың өзі халқына шындығын айтып жатыр. Айналайын халқымыз пандемия деген бәле келіп қалды, содан міне біз тұралап жатырмыз, экономикамыз құлдырап жатыр, жалпы ұлттық өнім төмендеп жатыр деп ашық айтады. Мен осы хабарды дайындап кеше ғана үкіметтің сайтына кірсем, баяғы сол алақай бөрікті аспанға лақтыру бізде мына сала пәленше пайызға көтеріліп жатыр, тіпті 2%-ға көтерілгеннің өзін бір үлкен жетістік ретінде көрсетеді. Және де үкімет айтыпты қыркүйек айында біз осы жылдың бюджетке түсетін табыстарды 100% орындаймыз дейді. Америка, Германия, Британия айта алмай жатқан кезде қаншама ана жолы ресми ақпарат болды ғой, 300 мың шағын кәсіпкерлік нысан тоқтады. 1,5 миллиондай шағын кәсіпкерлік нысандары зардап шекті деген не болды жаңағы ақпарат болды. Сонда қалай біз сол бюджеттік түсімдерді 100% орындаймыз? Сондықтан мен айтатыным, сенім жоқ. Халық бәлкім биліктен қалайтын шығар, айналайындар-ау, әкесі өлсе де естіртеді ғой, айтсаңдаршы, көппен көрген ұлы той деп бізде біліп отырайық деп. Жоқ, бізде сол, меніңше сол баяғы ескі әдет,
ауру қалса да әдет қалмайды, яғни президенттің алдында барып жақсы есеп беру, біз қатырып жатырмыз, біз күштіміз деп айту. Әлі сол өкінішке орай пандемия қаншама біздің жаңағы тозып қалған дәстүрімізді бізден арылтса да, дәл осы бір бюрократтық әдеттен арылтпады. Ол бір. Екінші, меніңше қалай болғанда да біз жыл қорытындысы айтылған кезде Назарбаев пен Тоқаевты айтып кете алмаймыз. Яғни Назарбаевтың кітапхана дейді ана сарапшылар, Ақорда дейді Тоқаевты. Меніңше осы жылы Тоқаевтың билік моделі, өзін реформатор ретінде жариялаған Тоқаевтың билік моделінің алғашқы нышандары көрініп жатқан сияқты. Бұрынғы ескі гвардия олар еш жаққа кеткен жоқ. Нұрсұлтан Назарбаев 3 қызметте отырып биліктің жаңа бүкіл моделін қолында ұстап отыр, бірақ қалай болғанда да осы модельдің ішінде енді осы келесі жылы 2 жыл болады президент болып сайланғанына. Тоқаевтың моделі қандай деген, мысалы өз басымда сондай сұрақ туады. Оған мен айтар едім, Дариға Назарбаеваның сенат төрайымдылығынан кетіп, орнынан Бәулен Әшімбаевтың келуі. Бұл меніңше сол біздің биліктегі отбасылық, династиялық сияқты бір құбыжық құбылыстан арылудың алғашқы қадамы болды ма? Бірақ кеше қарап отырсаңыздар, Нұр Отан партиясының тізіміндегі жайттарға қарасаңыз, меніңше әлде сол кітапхана өзінің осы парламенттік сайлау арқылы, парламентті құру арқылы әлі сол баяғы Тоқаевқа деген бір сенімсіздік па, Тоқаевтың аяғын тұсау ма, Тоқаевты еркін жібермеу ма, сондай бір тенденцияның қалыптасып келе жатқан сияқты. Оны да біз меніңше айтуымыз керек сияқты. Өйткені оның жүйелік үлкен себеп салдары бар. Үшінші мәселе ол әлеуметтік сала. Әр адам таңертең тұрып тамақ жегісі келеді, күніне 3 рет, бала шағасын асырағысы келеді, жұмыссыз қалғандар әлеуметтік көмек алғысы келеді, бірақ осы жылы ең бір халқы қиналған кезде мемлекет қомақты, лайықты көмек берді деп біз айта алмаймыз. Америка, Британия, Германия сияқты әр азаматтарына жұмыссыз қалған, табыссыз қалған азаматтарға көмек берді деп біз айта алмаймыз. Белгілі бір ішінара өзгерістер болды. Мен жаңа қайтадан қарап шықтым, қаншама адам 42.500 теңге алған, бірақ бәрі тоқтап қалды. Арты сүйір құйымшақталып кетті. Керісінше пандемияның екінші толқынына мемлекет бәлкім екінші бір әлеуметтік көмек жасап, тағы да бір қауқарлы қызмет атқарып, міне халқымыз қиналып жатса, біз осындай алдын ала шара жасап жатырмыз деп айтқан жоқ. Әрине, экономиканың жағдайы белгілі, бюджеттің жағдайы белгілі, біз оны объективті түрде түсінеміз, біз популизмге салынбауымыз керек, бірақ ең қиналып жатқан азаматтарға, оның ішінде шағын орта бизнеске мемлекет қазір сараңдық танытпай, ұлттық қорда қаржылар бар, оның бәрі ертең қайтады. Ол жұмыс орны сақталып қалса, ертең ол бюджетке қаржы түсіреді. Меніңше осы кезде билік өзінің әлеуметтік табандылығын көрсету керек. Төртінші мәселе, оны дұрыс сіз бастап кеттіңіз, парламенттік сайлау. Парламенттік сайлаудың өзі, оның моделі, оған шынымен де оппозициялық билікке ашықтан ашық сын айтатын күштердің кірмеуі, ол да меніңше осы келесі 5 жылдықта біздің қоғам мен биліктің арасындағы байланыс тағы да сол легитимді емес, көшеге шығу, алаңға шығу, әртүрлі бір жаңа сіз айтқандай хайп, фейктер арқылы жасауға алып келетін сияқты. Билік парламентке оппозициялық, шынайы демократиялық күштерді кіргізбеу арқылы өзін сондай алаңға тіреп отыр деп ойлаймын. Әзірше осы. Осыдан дәл 1 жыл бұрын 2019-дың желтоқсанында мына пандемия деген бәлекет пайда болды. Және 1 жыл бойында әлі толастаған жоқ, әлі күшіне еніп тұр. Қазақстанға, басқа елдерге өте үлкен бір соққы болды. Алдыңғы кездерде, алдыңғы айларда да меніңше осындай коронавирусқа қатысты шектеулер, карантин сияқты дүниелер жалғасын табатын сияқты. Енді меніңше біздің қоғамда, біздің мемлекетте, билікте осы өмірлік емтиханға дайын болмай шықты, оны мойындау керек. Біздің енді мынау
экспо өткізу, алыпшыл бір форумдарды жүргізу, аймақтың көшбасшысына айналамыз деу, жасыл экономиканы құрамыз деген мәселелердің барлығы жолда қалды. Қарапайым дүниелер, мынау денсаулық сақтау жүйесі, білім беру жүйесі, онлайн форматтағы мынау интернеттің сапасы, барлығы дерлік сын көтермейтін жағдайға келді. Осындай қарапайым дүниелерді іске асыра алмай отырып, басқа дүниелерді әңгімелеуге бола ма, талқылауға бола ма, ең негізгі қажеттіліктерді өтей алмай отырып. Бір жағы мәселенің, әсіресе енді қоғамның өзі де, енді 1 жыл болды, бірақ мынау жазға дейінгі уақытта осы коронавирусты жоққа шығарып, оған сенбей, бұл әлде бір ойлап табылған нәрсе, біреудің құйтырқы амалы деген дүниелердің болғаны, түрлі хайптардың болғаны, бұл да шындық. Бүгінгі біздің енді қоғамдық сана сезімнің көрсеткіші, менің ойымша. Бұны әрине өзіміз айтпасақ, өзіміз мойындамасақ, кім айтады? Мен әрине енді өзіңді өзің сынаған, өз қоғамыңды өзің сынаған, әрине көпшілікке жақпайтын да шығар, бірақ меніңше осындай бір қиындықтардан, осындай бір қиын қыстау сәттерден шығудың бірден бір амалы ең алдымен осы шындықты мойындау. Шындықты мойындап барып, одан шығатын бір мүмкіндіктерді іздестіру. Бұл жағынан енді пандемия шынымен үлкен соққы болды, қаншама адам ауырып шықты, қаншама адам енді қайтыс болды. Бұл енді өте ауыр бір жағдайлар. Екінші жағынан енді сол құндылықтарға деген қайта көзқарас. Билік деңгейінде де жаңағыдай бір алыпшылдық, ысырапшылдық сияқты дүниелерді кішкене болса да үнемдей бастағаны. Екінші жағынан қоғамның өзінде де бәлкім жаңа бір қажетті өмірлік бір дүниетанымның өзгерту, мысалы осы пандемиядағы мәжбүрліктің нәтижесінде қаншама тойлардан ақша үнемделді, қаншама қазақ осы той өткіземіз деп кредиттерді алмайтын болды. Бұның өзі де меніңше бір өзіміздің өмірге деген, өмірдің шын мәнісіндегі мағынасы қандай, мәні неде, мақсаты неде. Осы тұрғыдан отбасылық қатынастар, достардың, туыстардың арасындағы байланыстар, мынау жаңағыдай материалдық құндылықтар емес, рухани дүниелер қаншалықты маңызды екені меніңше белгілі бола бастады. Бұл да бір пандемияның бір сабақтары, мәжбүрлі түрде осы шектеудің нәтижесінде алып келген десе де меніңше өте маңызды бір түйіндерді шығаратындай жыл болды. Әрине, әттеген-айлар өте көп болды. Жаңа билік мәселесін, саясат мәселесін айтып отырмыз. Рас, жекелеген бір алға басушылықтар бар, кейбір жаңа заңдар қабылданды, демократиялық тұрғыдан кейбір жеңілдіктер, шерулер мен митингтерге қатысты, сайлау заңына қатысты, партияларға қатысты, бірақ енді жылдың қорытындысына келетін болса, қазір мінекей парламенттік сайлауларға дайындық болып жатыр, енді көңіл көншітпейтін жағдайлар. Сол баяғы қоғамның өзі, биліктің де өзі, баяғы сол демократияның бір балалық шағынан шыға алмай отырғанымыз. Досаға айтып кеттіңіз, бірде бір жаңа саяси партия құрылған жоқ. Сол ескі, кей кездері қуыршақ, тек қана сайлаудың алдында оянатын партиялардың баяғы тірлігі, бірақ халықшыл, халықтың ойын, халықтың наразылығын, мүддесін жеткізетін бір саяси қозғалыс партияға біз жете қойған жоқпыз. Меніңше бұл тек қана жаңағы шектеп отырған биліктің ғана кінәсі емес, белгілі бір дәрежеде қоғамның, оппозицияның ымыраға келе алмаған, бір-бірімен жаға жылысы, бір-бірін қаралап отырған оппозициямыздың күйі осы. Бұны да мойындау керек. Сондықтан 2021 жылы бұл өзгерістер бола ма? Өзгерістерге қалай жетеміз? Тек қана айғайшылдықпен, ультиматум қоюмен мәселе шешіле ме екен? Әрине қазір түрлі енді дүниелерді көріп жатырмыз. Әлемдегі жағдай өте мүшкіл. Жаңағы Ресей саясаткерлерінің жаңағыдай арандатулары, түрлі жерлерде болып жатқан соғыстар, араб әлемінде, кешегі Әзербайжан мен Арменияның арасындағы, жанымыздағы Қырғызстанда болған 3-ші мәрте революция, басқа да дүниелер мемлекеттің өз ішіндегі жағдайдың қалайша тұрақсызданып кететіндігі, қалайша жаңағыдай бейберекетті болатындығының тағы бір көрсеткіші. Сондықтан әрине ең басты құндылық бұл тәуелсіздік, жердің, елдің тұтастығы, егемендік сияқты дүниелер, және мынау пандемия кезінде тек қана күшті мемлекеттер, тек қана іштей мығым мемлекеттер ғана
бұл мәселені шеше алатындығын тағы көрсетті. Сондықтан біз осы 2021 жыл, одан кейінгі жылдары жаңағыдай көксеген мақсаттарымыз, өрлеген халықшыл экономика, елдің қаржысы елге бөлініп беретін, қоғамы, азаматтық қоғамы біріккен жағдайға қалай жетеміз, бұл ең алдымен қазақтың мәселесі. Қазаққа бұны ешкім сырттан келіп жасап бермейді, сондықтан өз ұйымшылдығымыздың көрсеткіші. Әзірше енді жағдай шын мәнісінде өте қиын. Мынау пандемияның, мұнай бағасының төмендеуінен қазір елдің әлеуметтік жағдайы, тыныс тіршілігі өте ауыр. Тіпті мынау басқа қалаларды былай қойғанда, ең ірі шаһарымыз Алматыдағы кей көшелерді кезгенде қазір мен байқаймын, мынау стихиялы барахолкалардың көптеп пайда болғаны, мынау қоқыс тастайтын жерлерде адамдардың көбейгені, бұл сол 90-шы жылдарды еске түсіреді. Мына біздің өрлеген 20-30 жылдығымыз қайда қалды? Мұнайдан келген байлықтар қайда қалды деген мәселеге сау баяғы тақырға, тазғалпымызға түскен жағдайымызды көріп отырмыз. Бұл да меніңше өте бір ауыр қиын жағдай. Осыдан меніңше тек қана билік жасап береді, тек қана оппозицияның бір жекелеген өкілдері жасап береді деген түсінікте меніңше ада болып, қоғамның өзі меніңше бір тіршілік жасау керек, ояну керек, ұйымдасу керек. Тікелей қоғамның өзі осы мәселелерді қолға алмайтын болса, енді жағдай бұдан әрі мүшкілдей беретіні анық. Бұлайда менің ойымша жаңа біз хабардың алдында, түсірілімнің алдында осы хабарымызды қандай форматта жасаймыз деген бір-екі ауыз пікірлеріміз болды ғой. Еркін әңгіме түрінде жасайық деген. Менің ойымша форматымыз анықталып келе жатқан сияқты. Мысалы, белгілі бір тақырыпты қозғап, сол тақырыпқа байланысты келесі келесі спикеріміз өзінің пікірін қосады да, ол өзінің ойындағы осы өткен жылдың ішіндегі негізгі тақырыпты көтереді. Одан кейін сіздер оған пікір қосасыздар. Қысқасы, былай біріне бір эстафета сияқты беріліп жатқан бір формат пайда болып келе жатыр. Сондықтан мен де екі ауыз сөзді пандемияға байланысты айтып кеткім келеді. Шындығында да мен мемлекеттің осы пандемияға байланысты жасаған жұмыстарына шындығында да бір қанағаттанарлық баға берер едім. Тек қана бір 2-3 мәселені шешсе, бұның біреуі сол уақыттардағы тоналып кеткен, ұрланып, жырланып кеткен, соған салған ақшалардың аяғына дейін жеткізсе, сол адамдарды жазаға тартатындай деңгейде көрсетсе, ол жақсы болар еді. Бірақ дегенмен, карантинді Қазақстан дер уақытында бастады, дер уақытында карантинге жатқызды халықты. Онысы өте тиімді, өте уақытылы болды. Мен бұл бағытта билік дер кезінде жұмыс істеді деп ойлаймын. Өкінішке орай қоғам біразға дейін бұл мәселеге бір белсенді бір түсіністікпен қарай алмады. Тойларды тығып өткізгеннің өзі бір мақтаныш болды әр есімізде. Сонда сол тойдан қанша адам ауыратынын білмейміз, бірақ сол тойды тығып өткіземіз. Менің есіме баяғы кездегі не түседі, естеріңізде болса, қай жылдар екенін білмеймін, 2000 жылдар болу керек. Алғаш рет міндетті түрде машинаның ішінде белдіктеріңді тағып жүресіңдер деді ғой, жаңағы сақтану белдігін. Сол уақытта сол сақтану белгісін тақпас үшін неше түрлі айламалға кеткендер бар. Жаңағы белдіктің суреті салынған футболка сатылды. Сол белдікті салмасқа тырыстық та, бұл өзіміздің өмірімізді сақтап қалатын құрал есебінде емес. Ойбай, мына жақтан полиция сөйтіп айтып жатыр, ал біз соған қарсыласуымыз керек деген сияқты. Мен ойымша, қоғам кеште болса осыған кірді. Мемлекет, үкімет дер кезінде біраз нәрсені жасауға тырысты. Сондықтан мен жалпы басқа мемлекеттермен салыстырған уақытта Қазақстанның осы карантиннен шығуы, оны енгізу жағынан мен шындығында да қанағаттанарлық деген баға берер енді. Тағы да қайталап айтамын, бірақ соған кеткен ақшалардың аяқ жағын міндетті түрде тексеріп, халыққа, қоғамға көрсету керек. Бұл әлі күнге дейін нүктесі қойылған жоқ бұл мәселе. Енді мен бір жаңа бір бағытты айтқым келіп отыр. Бұл бір жағынан сұрақ, бір жағынан пікір. Жаңадан мынау 5 партия сайлауға қазір түсуге таласып жатыр. Алғашқы сайлау алды науқандарын бастап кетті. Маған осында бір қызық ой келді. Жаңағы жердегі адамдардың көпшілігі депутаттыққа түсем деген үміткерлер әрбір партиядан көбісі осы биыл осы айда ғана келген сияқты сол партияларға. Бұрын сол партиялар болған уақытта олардың ішінде мен ешқайсысын көрген жоқпын, көпшілігі. Бұның қандай бір себебі бар екенін мен білмеймін. Бұл маған есіме нені салады да, баяғы кезде біздер Спартакиада болатын университеттердің арасында. Сонда бір университеттен бір университет адам алатын тұғын жасырын. Жақсы футбол ойнайтын адамды,
өтірік осы казгуде оқиды деп командаға қосамыз, боксерді, басқаны, волейболистті. Қысқасы біреулерден командалатын сияқты. Әйтпесе екінші бір тағы бір мысал бар, осыған ұқсастау. Бір жаққа құдалыққа баратын уақытта бір танымал, свадьбіне генерал дейді ғой. Сондай адамдарды қосады ғой құдалыққа. Міне мынау біздің арамызда осындай адам бар, бара жатқан уақыттарда құрметтеп қарсы алатын деген сияқты. Сол сияқты мысалы бұрын ол партияда көрінбеген, бұрын ол партияның жұмысы істемеген, оның туын көтермеген адамдардың сайлау кезіндегі, ол заңға қайшы емес, мен оны түсінемін. Бірақ бұл бір не сияқты, құбылыс сияқты. Мысалы өзіміздің жақсы білетін, көретін, сыйлайтын адамдарымыз, Дәурен Қуат, Қанат Тасыбеков, әйтпесе Мақсат Толыбай сияқты інілеріміздің жаңағы партия арқылы түсіп жатқанына мен қуанамын, барса қол соғамын, нұр үстіне нұр. Бірақ кенеттен осындай нәрселердің бәрінің өзгешелігі бір белгілі бір жасандылықты да білдіреді. Бұл партияның табиғи түрдегі дамыған емес, бұл сол партияның белгілі бір кездегі бір ойыны сияқты. Не болмаса шындығында жасандылық белгісі көп та, осының бір себептері неде? Егер ертең партияның жаңағы үміткерлері өтпей қалды, солар сол партияның жолында өмір бойы әрі қарап жұмыс істей ме? Сол партияның барлық іс-шараларында қолдарына ту алып жүре ме? Деген менде ой келеді. Жоқ әлде осыны пайдаланып біз шамамыз келсе өтейік парламентке, халық үшін ол жағында жұмыс істейміз. Бұл онда партия ол бір трамплин сияқты да, мүмкіндік сияқты, бұл механизм сияқты. Олай болмау керек. Саяси партия қоғамда өзінің рөлі бар. Ал қазіргі кездегі бұл роль соның тек бір бөлігі ғана. Бұл саяси партияның нақты жұмыс істеу көрінісі емес. Осыны біз жақсылап түсініп алғанымыз дұрыс та. Иә, мүмкін одан кейін екінші кезеңде солар жаңағы партияның бағытын бүгін ту етіп көтеріп отырған, сол арқылы парламентке баруға үміттеніп отырған адамдар әрі қарап сол партияның басшысына айналып, сол партияның негізгі бір белсенді мүшесіне айналып әрі қарап кетсе, келесі 5 жылдан кейін біз сол жерде тағы басқа адамдармен толыққан көрсек, ол жақсы болар еді. Ол партияның жандануы, партия көп партиялық жүйенің құрылуының алғашқы бір баспалдағы болар еді. Бірақ әлі де болса айтам, мысалы мен кейбір адамдарды, мысалы менімен хабарласып жатыр, қазір біз бақылаушылар оқытып жатырмыз. Мен мүлдем танымаймын, олардың мүлдем көрген жоқпын да сол партияның. Иә, мен басшыларының көбісін танимын. Бірақ аналарды көрмеген адамдардың қазір болғаны маған бір қызық сияқты. Бұл бір осы жылдың бір құбылысы. Бұл біздің көп партиялық жүйеміздің бір қызық құбылысы болып жатырған сияқты да. Енді тағы бір мәселе, менің тағы бір қозғап кететінім жаңағы Қордай мәселесіне байланысты көптеген ашу ызасы бар пікірлер шығып жатыр. Енді жігіттерді соттап жатыр, тағы басқа. Мен ойымша ашық айтуымыз керек. Иә, егер қылмыс жасалса, сол жерде ол қылмыс нақты дерек есебінде түсірілсе, не болмаса видеофильм арқылы дәлелденсе, бейне таспалар арқылы қылмыс жасағаннан кейін оған жауап беруге тура келеді. Оны біз мойындауымыз керек, ол барлық жерде болды, көрдік, шаңырақты да қорған уақытта көрдік, өкінішке орай. Ол жігіттерді біз шығарып ала алмадық. Бірақ сонымен қатар осы оқиғадан кейін дәл мынандай оқиға қайталанбасын, қаншама адам қырылды ғой деп сабақ болсын деген бір бізде не бар, бағыт бар. Бұл Совет үкіметінен келе жатқан. Кезінде желтоқсандықтарды көбінесе жаңағы соттап Қайрат Рысбекті атуға жібергенде сабақ болсын деген мәселе бар. Менің қазір айтайын деп отырғаным, осы мәселені қоғамдық бір бақылау. Қазіргі кезде менің естіп жатырмын, талай азаматтар барып жатыр екен, оның ішінде Атажұрт ұйымы көп қатысып жатыр екен. Менің ойымша осындайға қоғам жібермеуге тырысу керек та. Иә, нақты дәлелдері болса, ол адамдар жазасын алады. Бірақ оның ішінде осылардың бәрін бірақ бір нетейік, жаңағы қысып қояйық. Халық бұндай нәрсеге араласады. Қазақ әр уақытта араласады. Қазақты қорғамаса, онда біз неліктен ел боламыз, неліктен ұлт боламыз. Сондықтан оған барған адамдар бар. Жаңағы белгілі бір ұранның соңынан барған адамдар бар. Әйтпесе, билік сол жерде осыншама жылдар бойы қазақтың жағдайын қорғай алмағаннан кейін бар, біз өзіміздің ақсақалымызды жаңағы теуіп кеткен, ұрып кеткен, соны өзіміз қорғаймыз деп биліктің дәрменсіздігінен кейін барған адамдар бар. Олардың бәрін қылмыскер есебінде көрсету, олардың бәріне қатаң жаза беру, менің ойымша, еш нәрсе сабақ болмайды. Одан жақсы сабақ шықпайды. Халық қарап тұрмайды. Менің әлі есімде шаңырақ оқиғасына қатысқандарды соттап жатқан уақыттарда Қазаткомда шешендермен арасындағы жанжал болып, сол жердегі азаматтар өлімге бастарын тігіп соғысып жатты да, қараған жоқ. Шаңырақта 25 адам соттап жатыр екен, бұл бізге сабақ болатын шығар деп. Сондықтан менің ойымша биліктің бұл саясаты еш нәрсе бермейтін саясат. Иә, сот жүйесі бізде сын көтермейтін деңгейде. Сондықтан сот жүйесінде бір
менің ойымша бір өзгеретін кезең келген сияқты. Тоқаевтың жаңағы айтқан реформаларының ішінде не екенін қайдам, осыны аз кездестіремін. Ал егер сот жүйесі арқылы қоғамда әділеттік жасалмаса, менің ойымша бұл билікке деген сенімсіздік, қоғамға деген сенімсіздік өмір бойы тұра береді. Эстафетаңызды жалғастырайын, енді мына уақытта аз қалатын сияқты қысқаша айтайын. Жаңағы сіздің айтқан жақсы тенденцияңыз, яғни бұрын партияда болмаған тұлғалар қазір осы партияның спикеріне айналып дебаттарға шығып жатыр ғой. Мен көзқарасым екі түрлі. Біріншіден, кез келген процесті, оң процесті, яғни партиялық жұмысты жандандыру, оны қолдау керек сияқты. Бізде бір жаман әдет бар, әсіресе оппозицияда өзі қатыспаса, қалған, мысалы, НСОТқа кірмесе, НСОТты жамандайды. Белгілі бір процестен тыс қалса, оны жамандайды. Оған барған адамдарды сатқын, тағы не еді, биліктің адамы деген сияқты бізде бір жаман бір сондай бір жалпы кесірлі бір әдет бар да. Сондықтан мен өз басым қолдаймын. Бұл да партиялардың бәлкім іштей сезіп атқан шығар. Өйткені мына сіз айтқан тұлғалар, басқа да азаматтар, олар танымал тұлғалар. Яғни олар кәдімгі қалай болғанда да электораттың алдында ертең сол партияға дауыс жинап бере алатын, беделді, сөзін өткізетін, шешендігі бар, көзге түскен. Соның ішінде біразы журналистер. Өзіңіз айтқан жігіттердің біраз журналист, жазушылар, яғни мінбеге шығып, шешен ретінде көзге түсе алатын тұлғалар ғой. Сондықтан жалпы бұл процесс оң процесс. Бірақ бұл процесстен біз кеш қалған сияқтымыз. Өйткені бұл процесс осыдан 1 жыл бұрын жасалу керек. 1 жыл бұрын президенттік сайлаудан кейін бәлкім осы билік процесстерге шынайы жол ашып, оның ішінде біз ылғи айтатын ұлттық демократиялық күштерге жол ашқан кезде бәлкім бұл процесс жанданып, қазір дәл осындай бір комедиялық, немесе біз айтқанда ирониялық, сарказмдық сипатта болмас еді. Сондықтан бұның бәрі меніңше қазіргі партияның құру басында жүрген азаматтардың осы факторды мойындаған деп ойлаймын. Мойындаған, яғни бұрын тек қана хабарға шыққан, немесе ресми жаңағы басылымдарға шыққан тұлғалар танымал деп мойындайтын еді ғой. Қазір жоқ, әлеуметтік желі арқылы, өздерінің посттары арқылы, белгілі бір YouTube-тағы арналар арқылы танылған тұлғаларды осындай рекруттық жасау, меніңше бұл дұрыс, оң процесс. Бірақ ол азаматтар қаншалықты сол партияның бағдарламасына ертең сай бола алады, ертең мәжіліске өте ме, өтпей ме, оның өзде үлкен әңгіме кезінде сондай нелер болған, жаңағы фактілер болған, адамдарды пайдаланып, партиялар олар өтпей қалған. Ертең мәжілістің төріне барған кезде олар қазіргі сайлау бағдарламаларын шынайы, табанды, тегеурінді қорғай ала ма? Ертең сол өздері тұлға болып жүріп, партия фракциясының шешіміне мойын ұсынама деген әңгімелер бар. Бірақ бұның бәрі де процесс қой, тәжірибе болады. Сондықтан өз басым мен бұл процессті қолдаймын. Азаматтар барсын, көрсін. Жоқ, біз қатыспай отырған сайлаудың бәрі заңсыз, біз қатыспай отырған процесстің бәрін біз мойындамаймыз деген нәрсе, ол жалпы ұлттық, жалпы демократиялық кесірлі тенденция деп ойлаймын. Мынау жылдың қорытындысын жасап отырмыз. Келесі жылға қатысты өзіміздің болжамдарымызды айтып отырмыз. Енді қалыптасқан дәстүр, келер жылдың алдында бір үміттерімізді, тілектерімізді айтып жатамыз. Келесі жыл бір берекелі жыл болсын, құтты жыл болсын, ырыс мол болсын дегенде әңгімелерді. Бірақ енді шынтуайтына келгенде осы тілектер қаншалықты өмірге іске асып жатады, бұл өзімізге, осы елге байланысты. Жоқтан ешнәрсе пайда болмайды. Ол үшін бір тірлік жасау керек, ол үшін күресу керек. Бұл тұрғыдан алғанда 2021 жыл, енді 2020 жылдың жалғасы, 2020 жылы қандай бір дүниелерді оң істесек, соның жемісі, немесе бір назар аудармаған, жаңағыдай бір тірлік қылмаған жағдайлардың болатын болса, соның келеңсіз салдарын
алда көре жатамыз. Бұл тұрғыдан 2021 жыл, одан кейінгі жылдар мейлінше шынымен ел үшін, қоғам үшін бір берекелі, құтты жыл болу үшін меніңше осындай тірлікті жалғастыру керек. Жаңағыдай демократиялық қоғам бола ма, экономиканы, билікті бақылау тұрғысынан қоғамның белсенділігі бола ма. Сондықтан осындай тірлікке мол толы жыл болсын деген тілегіміз бар. Азаматтарымыз бірігіп, елдің қамы, елдің жағдайы тек қана өзімізге байланысты, бізден басқа ешкім бұны жасай алмайтындығы, тек қана қазақтың мүддесі, қазақтың өзінің белсенділігі арқасында қол жетеміз деген түсініктің мейлінше кеңею керек. Енді осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтасақ, сіздермен бірге болған дос көшім Әміржан Қосанов және мен Расул Жұмалы. Келесі жылда амандықта көрісейік. Барлықтарыңызға мықты денсаулық, құт береке, игілік тілегіміз келеді. Сау саламатта болыңыздар.